2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жоғары оқу орындарындағы сырттай оқу бөлімдері жабылды. Оның орнына балама ретінде қашықтықтан оқыту әдісі енгізілді. Ал сырттай бөлімде білім алып жатқан студенттерге оқуын аяқтауға мүмкіндік берілмек. Жергілікті білім ошақтары бұл жаңашылдықтарға қаншалықты дайын? Әріптестерім зерделеп көрді. Биылдан бастап сырттай білім алудың орнына қашықтықтан оқыту жүйесі енгізілді. Ерекшелігі жоғарғы білім алғысы келетін кез келген адам үйден шықпай-ақ білім ала алады. Бұл жұмыс істейтіндерге тиімді. Студент бағдарламаны қалай игеретінін өзі шешеді. Арнайы портал арқылы оқытушыдан электронды дәріс алады, тапсырмаларын өзі орындайды. Қазір сырттай оқытудың сыртында көлеңкелі мәселелер бар екені жасырын емес. Ал қашықтықтан оқыту білім сапасын арттырады. Қаржылық шығынды талап етпейді дейді оқытушылар. Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің сырттай оқу бөлімінде 730 адам білім алуда. Осы жылы оқуға қабылданғандар жаңа жүйеде оқитын болады. Жоғары білімді екінші мәрте алатындар, немесе колледж түлектері қашықтан білім беру технологиясы бойынша білім алатын болады. Екіншіден, білім бағдарламасы бойынша кредиттер көлемін 100% оқитын болады. Бұрын 60% оқитын болатын. Жаңа жүйеге көшу үшін жоғарғы оқу орындарының материалдық техникалық базасы жаңартылды. Қазір 3 мультимедиялық кабинет бар. Алдағы уақытта тағы 2 бөлме жабдықталады. Онлайн оқыту үшін компьютерлер ғаламторға қосылып, бейне бақылау қондырғылары орнатылыпты. Ал Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымы бұл әдісті сынақтан өткізіп үлгерген. Қашықтықтан оқыту жүйесін толықтай енгізу үшін оқытушылар мен студенттерге арнайы курс ұйымдастырылмақ. 7 қаңтардан бері оқуға қатысуға ниетті 120 адам өтініш берген. Күндізгі оқу түрі сияқты 15 апта оқиды. 15 апта тақырыптар беріледі, мұғалімдер біздерге тапсырма беріп жатыр. Сол сайтта қашықтан оқыту студенттері жауап береді. Экзаменге тек 2 аптаға келеді. Олар жұмыс жасап жатырғандарына байланысты, олар оқуға келмей-ақ экзамен тапсыра алады. Қашықтықтан оқыту әдісі бойынша жоғары білімі бар студенттер 2 жыл, орта арнаулы колледж түлектері 3 жыл оқытылады. Оқытудың бұл формасы жоғары білімді қол жетімді етуге бағытталған. Гүлжан Аюпова, Ербол Мдығалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.